Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Яғни балалар, осы бөлім бойынша өткен барлық білімімізді тексеретін боламыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолданамыз. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күннің ретін жазамыз. 16 сәуір өзіңді тексер. Өткенді қайталау, яғни осы бөлім бойынша барлық тапсырмаларды, тақырыптарды қайталайтын боламыз. Сабағымыздың мақсаты, яғни сен осы сабақта қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін, көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдануды, екі және одан да көп арифметикалық амалдан тұратын жақшалы және жақшасыз берілген әріпті санды өрнектерді салыстыруды, екі немесе үш арифметикалық амалдан тұратын жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табуды, амалдардың орындалу ретін анықтауды үйрендің. Енді тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма бізде білу. Яғни көбейту мен бөлуге берілген өзара байланысты мысалдар төрттігін құрастыру керек. Кестелі көбейтудің берілген өрнектің мәнін табу үшін көбейтудің қандай қасиетін қолданады? Дескриптор. Кестелі көбейтуге берілген өрнектің мәнін табу үшін көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнек жазасың және де мәнін табасың. Келесі бізде түсіну, яғни есептейміз. Амалдардың орындалу ретін белгілейміз. Амалдардың орындалу ретінің ережесін білесің бе? Дескриптор. Амалдардың орындалу ретін анықтайсың. Жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін жазып көрсетесің. Жақшасыз өрнектің мәнін табасың. Жақшалы өрнектегі амалдардың орындалу ретін жазып көрсетесің. Жақшалы өрнектің мәнін табасың. Келесі бізде қолдану. Есепте өрнекте түрінде жазып, оны шығарасың. Бір орамда 16 сым темір бар, ал екіншісіне одан 4 есе кем. Екі орамда барлығы неше метр сым темір бар. Дескриптор. Есептің қысқаша шартын жазасың, шешу жолының бірінші амалын таңдайсың және өрнек түрінде жазасың. Бірінші өрнектің мәнін тауып, шешу жолының екінші амалын таңдайсың және өрнек түрінде жазасың. Екінші өрнектің мәнін табасың. Келесі тапсырма талдау. Яғни балалар, бұл тапсырмада салыстыру. Дескриптор. Амалдардың орындалу ретін тауып, шыққан өрнектің мәнін салыстырып, теңсіздік белгілерін қоюды ұмытпаймыз. Келесі тапсырма жинақтау. Есепті санды деректермен толықтырып, оны шығарамыз. Яғни, бумада 5 көк шар бар, ал қызыл шар одан неше есе артық? Бумада барлығы неше шар бар? Дескриптор. Есепті санды деректермен толықтырасың, есептің шешуін өрнек түрінде жазасың. Келесі соңғы тапсырма бізде бағалау. Яғни балалар, бұл жерде тапсырмада мәндері қате берілген. Яғни бұл жерде мәнін табу үшін өрнектің қатесін түзеп, мәнін табасыңдар. Балалар, осы тапсырмалар бойынша мақсатыңа жеттің бе? Осыны білу үшін өз-өздеріңді тексеріп көресіңдер.